Құрметті достар, қызыңызды немесе әйеліңізді ренжітіп қойсаңыз, кейбіреулер 101 Раушангүл сыйлайды дейді. Ал біз сіздерге 101 кеңес бағдарламасын көріңіздер дейміз. Оның жүргізушісі Мырзабек Еркебұлан. Біз бастаймыз. Құрметті достар, байқап тұрғандарыңыздай, мен беташардан. Егер сіз алғаш рет беташарға келген болсаңыздар, келесі қателіктерді жіберіп алмаңыздар. Мына қыздың түрі қорқынышты ма, неге бетін жауып алған? Мына келіннің беті өткен жылы ашылған еді ғой. Қайтадан ашып жатсыңдар ма? Күйеу бала, нешінші рет үйленіп жатсың, алдында да алып едің ғой. Беташар рискігі қағазға қарамай түсей. Мен мына беташар рискісін білем. Бет ашқан келіндердің барлығы ажырасып кете береді. Ой. Бәрекелді, құтты болсын келіндеріңіз. Айгүлге, сонымен бірге бота көзге, жанарға, қайсымқанға, қайнарға. Құрметті достар, осындай кезде қалталарыңызда ақша болмай қалуы мүмкін. Осы кезде келесі қателіктерді жіберіп алмаңыздар. Айдос, қарызға 500 теңге бере тұршы. Ой, мен бермесем келінің беті ашылмай қалатындай болсын. Менде ақша жоқ, мен тойда ештеңе жемеймін. Келесі екінші рет ашқанда сол кезде 5-ін тастай салам, оппын. Жомарт деген бала келеді, менің ақшам сода. Құрметті достар, енді кезекте келіннің беті ашылады. Осы кезде келесі қателіктерді жіберіп алмаңыздар. Ужас қой мынау! Мынаған қарыңман аз бергесіңдер ма? Түрі жаман ғой ма? Мен 2000 тастаған, мынау үшін ба? Сонша ұзақ ашатын бет емес қой мынау? Одан да бұл қыз бұлай бет жауып жүре берсін. Мынау көршің ғой, 3 баласы бар. Бағлан сен ба? Ой, бәрекелді, келіндеріңіз құтты болсын. Құрметті достар, әрбір адамда осылай мен сияқты ұйықтап қалып, жұмысқа кешіккен сәттер болады. Бастығың звондап жатқан кезде оған қалай жауап айту керек, қандай сылтау табу керек, соны қарап алыңдар. Келесі қателіктер жіберіп алмаңыздар. Алло? Алло, Басеке, мен кептелісте тұрмын. Алло? Міне, кеп қалдым, 2 минут. Со тұрсайшы, жатай бермей. Алло, міне келдім. Артыңызда тұрмын, қарасаңызшы бұрылып. Міне. Сіз кабинеттесіз. Бүгін жұмыс па не? Алло, кім бұл, бастық? Менің басымда жастық. Кім бастық? Атыңды айтсайшы. Алло, Басеке, мен кішкене кешігіп барамын. Қазір бір кездесуде едім. Жарайды.
Қандай кездесу? Жұмысың болмасын. Кешіріңіз, колясканы көмектесіп жіберіңізші көтерісуге. Құрметті достар, мен сияқты жұмысқа кешігіп, асығып баратқан адамдар көп. Осындай кездерде адамгершілік танытып, келесі қателіктер жіберіп алмаңыздар. Көтеріп жіберуге көмектесіңізші. Тың тауан әңген алуа. Балаң өзің туып алдың ба, өзің көтер. Мен бұл үйде тұрмайым. Кешіріңіз, көмектесіп жіберіңізші. Қай қабатқа? 8-ші қабат. Өй, Кешіріңіз, көмектесіп жіберіңізші. ол ма қыз ба? Қыз. Ол ма қыз ба? Ол. Өзі көтеріліз. Ақшамен жетіп алдым. Мен асығып тұрмын, сондықтан тез көмектесіп жіберейін. Құрметті қызметтестер, біздің компаниямыздың табысын былтырға қарағанда 20%-ға өсіру мақсатында сен осы жұмыс істейтін адамсың ба? Неге кешігіп жүрсің? Білетін болсаңыздар, бастықтар әсіресе жұрттың өзінше ұрысқан жақсы көреді. Ал егер сіз жиналысқа кешігіп келсеңіз, барынша сыпайылықты танытып, бірдеңені бүлдіріп алмауға тырысыңыздар. Gençe. Siz осы кешіккен кезде үндемей-ақ отырғыза береміз ғой? Ей, Тұрадым. Қайтеді. кешігіп қайда жүрсің? Сайда. Осында отыр екенсіңдер ғой. Мен сендердің ар жақта іздеп жүрмін ғой, Кешіріңіздер, кептелісте тұрып қалдым. Ертерек шықпайсың ба енді? Сол ертерек шыққандардың кептелісінде тұрып қалдым. Кешіккен үшін кешірім сұраймын. Есіме қалған мәліметтерді әріптестерімнен сұрап алармын. Отыруға рұқсат па? Жарайды, отыр. Ары қарай жалғастырамыз. Алло? Қалайсың? Қарызға? Ақша? Жарай? Берейін? Құрметті достар, кейде анаңыз звондап сізден ақша сұрайтында сәттер болады. Бірақ ол кезде ақшаң болмаса, сен ақша тауып беруге тиіссің. Сол кезде саған көмектесетін көршің. Ақшаны қарызға сұраған кезде де, сол жерде мынандай келесі қателіктерді жіберіп алмаңыздар. Көрші қалайсың? 150 мың теңге қарызға берші. Айына 100 теңгеден беріп тұрам. Сөйтсек, бір 150 жылда құтылады екен бұл. Көрші, қарызға ақша берші. Басқа көршілерден сұрайын десем, ұят, бәріне қарызбын. Көрші, 150 мың берші. Бірақ бірден айтам, қайтарамайым, жай бере сал. Көрші, қарызға ақша берші, 150 мың теңге. Не үшін? Басқа қалаға көшіп баратыр. 150 мың теңге қарызға берші, Барселонаға тігем, бүгін жеңет. Көрші, 150 мың теңге қарызға бере тұршы. Алғаш рет сенен сұрап тұрмын, әлі ешкімнен сұраған жоқпын. Еркебұлан, қарызы қашан қайтарасың? Көрші, 150 мың теңге қарызға бере тұршы. Айлық қалай түседі, солай қайтарам. Жары. Көрші қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, не болып қалды? Қарыз ақша берді жерге болған. Құрметті достар, кейде көршілеріңіз сізден
қарызға ақша сұрап келуі мүмкін. Егер ақша берілгің келмесе, көршіні ренжітпеу үшін дұрыс сылтау айта біліңіздер. Келесі қателіктер жіберіп алмаңыздар. Еркебұлан қарызға ақша бере тұршы. Басты уақытта шыға, давай, шық. Шын айтайын, қазір ақша жоқ. Айлық алмадым әлі. Ой, Еркебұлан қайсы? Қайсы? Онда сен 20 мың қарыз қалдың ғой сен? Рахмет. Сол, жоқ ақша. Енді қазір ақша жоқ, түсін енді. Жаным кім? Қайыршылар ғой. Сен маған туысқан емессің. Бір туып бір қойғансың ба? Менен ақша сұраушы ма? Жай ғана көрші болып ақша сұрап тұрсың арзымын. Көрші құры, ақша жоқ. Шынды айтсам, қазір ақша жоқ. Күтем десең, 2 аптадан кейін айлық түссін, содан берейін. Келістік па? Өмірде әйеліңнен артық адам жоқ. Егер де әйеліңмен өмір бақи Ромео мен Джульеттаның махаббатын құрғың келсе, анда-санда әйеліңе тосын сыйлық жасауды ұмытпа. Жаным, бүгін бізде романтикалық кеш. Жүрінде. Жаным, мен саған подружкалар алып келдім. Жаным, бері шықшы, сюрприз. Жан, мен келдім. Жаным, көрші келсе ашпа. Өзінің әйелімен көріп қойды мені. Жаным, менде 2 жаңалық бар, біреу жақсы, біреу жаман. Қайсынан бастайын? Жақсынан. Бүгін романтикалық кеш болады. Жаманын айтайын ба? Айт. Сен үйде қаласың. Жаным, сюрприз, мен класстастарым 1 апта бізде тұратын болды. Кіріңдер. Жаным, бері шықшы. Сюрприз. Жаным. Осы теледидардан әйелдердің сериалдары бітпейді. Ал ер адам болғаннан кейін футбол көргің келеді. Ол үшін мен кіммін? Тапсаң, сериал көресің, таппасаң, футбол көреміз. Еркебұлан. Мен көрші Айнұрдың үйіне барып футбол көрейін. Үйінде күйеуі жоқ екен. Қой, жатайық. Ей! Жаным, сен барып шашың жуып келсей, мен футбол көрейін. Жаным, әзірше футбол көрейік, ал мына сериалдың қайталауын азанда көрсетеді. Азанда сериал көреміз. Келістік пе? Жарайды. Қалайсыңдар, ей! О, братан, салам алейкум. О, енешка, қалайсың? Құлпырып кетсің бе? Общий.
Bartan sәлем. Bartаңызға жан сәлем, мынау сіздерге. Сәлеметсіздер ма? Әзіл. Армысыздар, аманбысыздар? Аманбыз. Осы қашан ауырасыздар сіздер? Әрдайым осылай болғай. Үйге кіріңдер. Дастархан басында өзіңді түзу ұстап отсаң, күйеу бала болсаң да, сені құдаңдай көреді. Ал балам, не жаңалық? Жаңалық теледидардан көріп алыңдар. Әзіл. Жаңалық жоқ, жаңалық болса айтсыңыз, бәріне таратайық. Осы жылдың басты жаңалығы, біз Жания екеуміз осы үйде 2 ай тұрайын деп жатырық. Айтпағасың ба не? Жаңалық болғанда анау айтқан жаңалық емес, сол 2-ші әйел алайын деп жатыр. Енді жаңалық болғанда, Жания, ол саған да жаңалық. Қыздарыңыз мына жерде осы үйге әкеп тастайын деп жатыр. Қайдағы жаңалық? Бір өсек айту керек қой, бірінші тамақ ішіп алайық та. Жаңалық болғанда сізге келіп тұрмын ата. Сіздің атыңызға кредит алуға бола ма? Бәрі жақсы, жұмысым жоғарылап жатыр. Соған $5,000 көрініп бермейсіңдер ма? Соған орай сіздерді үйге қонаққа шақырсам ба деп отырмын. Жарайт, ниетіне рахмет. Құрметті достар, біздің бағдарламаның кеңестерін жазып алдыңыздар ма? Жазып алмаған болсаңыздар, естеріңізде сақтап алыңыздар. Ал егер есте сақтау қабілеттеріңіз нашар болса, ондай болса біз келесі бағдарламада кездесеміз. 101 кеңес бағдарламасы және де мен Мырзабек Еркебұлан. Келесі кездескенше.